Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз 3 түрлі дәммен печенье жасайтын боламыз. Апельсин, кофе және шоколад дәмімен. Ыдысқа бөлме температурасындағы сары май, шым-шым тұз және қант ұнтағын салып, лопаткамен араластырамыз. Бөлме температурасындағы жұмыртқаны қосып, тағы да араластырамыз. Крахмал мен ұнды салып, лопаткамен немесе қолмен араластырамыз. Массаны теңдей 3-ке бөліп, біріншісіне апельсин цедрасын салып араластырамыз. Екіншісіне кофе ұнтағын саламыз. Ал үшіншісіне какао ұнтағын қосамыз. Печеньеге осындай 8 қырлы насатканы қолданамыз. Кондитерлік мөшекке массаны салып, пергамент қағазы төселген противенге печеньені сығамыз. Алдын ала 150 градуста қыздырылған пеште 25 минуттай пісіреміз. Печеньеміз осымен дайын, өте дәмді болыпты. Сіздер де жасап көріңіздер, және дәмі қалай болғанын маған астында комментарийға жаза кетіңіздер. Жақсы, сау болыңыздар.